болады. Басқа бір аймақта дамыту мақсатында басқа қалалардан Сол өте дұрыс шешім болатын еді. Халықаралық әуежай болу керек. Ақтауды өткізуге болады, Таразды өткізуге болады. Инфраструктурасы бар жерлерде. Ойыннан кейін бір жанға ақыл кеңес айтасыз ба? Бұлай дұрыс істемедің, бұлай жасау керек еді. Мен былай түсінбеймін ойыннан. Әйтеуір общий былай көремін. Матчтың басталуына 1 сағат уақыт бар. Қасымда Арман Пирманов. Киберспорттың ұлттық құраманың тренері. Азия ойындарына барып жатыр. Құдай қаласа. Азияға барады. Неше адам барасыңдар? Үш адам. Одиночный ойын ғой. Мүмкіндік бар ма ұтуға? Енді ал бір Аллаға сенеміз. Жоқ, бір Аллаға сенгенде ол сену Бір бөлікте парыз ғой, бірақ өздеріңізден дайындық қалай? Жоқ, дайындығымыз қиындау. Слабый ма? Өте слабый болғаннан бөлек жерде ойнау мүмкін емес ойын. Вообще мүмкін емес. Негізі Азияда да болатын ойын, ол кәдімгі FIFA емес. Жоқ, FIFA онлайн 4 деген ойын, Қытайдың өзінің ойында EA Sports'ың специалистілерге шығарып берген. Ол жақта FIFA ойын популярный емес. Amma FIFA онлайн азиатский ойын, мүлдем басқа ойын. Баяғы FIFA 16 мен PS 12-ні қосып істеген ойын ғой, түсіндің бе? Сондай басқаша ойын. Кім бар жатыр ұлттық құрамада, кімдер бар? Нурба и Жасик, Олжас Есентаев. Қазір енді бірінші номер Олжас Есентаев қой. Бірақ Нурбаның желаниясы мен Нурбаның дайындығы бөлек қазір. Соған мен де сеніп отырмын. Жанкүйер боламыз. Ал FIFA 24-тен кімге сенеміз? Жасикке. Жасиканың FIFA 24-ге дайындалып жүр. Уже морально сияқта ол өзі. Ойымен, тәнімен дейді. Ал ойын басталуына 1 сағат уақыт бар. Перекупщик іздейміз деген сияқты. Жоқ, перекупщиктер Қанша ақша табатынын көреміз қазір перекупщик. Жоқ, олар бірден камераға шықпайды. Шықпай ма? Технический сұрас ба? Рисклар сүреміз. Халық жиналып жатыр, бүгін аншлаг болады. Толады, солдау. Бұндай негізі футзалмен үлкен футбол. Жоқ, Алматыда футзал әрдайым 100%-ға толады. Әрдайым. Ұлттық құрама Қайраттың ойындарына толады. Мен енді қатты футзал қызықпайды. Баяғыдан ұлттық құрама ойнаса ғана қарайтын қой телевизордан Қазспорт қосып қойып. Бірақ қазір құрман суперкубок Қазақстан шақырып футзал. Оған қызық кетіп жатыр. Қызық, е? Андай, Динамика бөлек. Міне, сыртта тұр, халық жиналып жатыр, футзалға келіңіздер. Біздің өзіміздің ұлттық құрамаға жанкүйер болыңыздар. Біздің жігіттер жаттығуға шықты. Ойынның басталуына жарты сағатта уақыт бар. Дәл қазір әлемнің ең үздік қақпашысы Никита дайындық үстінде. Мен айтқанмын ғой, әлемнің ең үздікті. Бастап кетті. Ойын басталады. Әлем чемпионатына іріктеу. Кім Өзбекстанға барып палау жейтінін бүгін білеміз. Негізі Румыния құрамасы да өте осал емес. Бұл топ бекер бірінші орында тұрған жоқ. Осы құрамада Бразилиядан келген 6-7-ге жуық ойыншы бар. Ал бразилиялықтардың футзалда қалай ойнайтынын өздеріңіз білесіздер. Біздің Қазақстандағы ең үздік футболисттер әрине 2 доппен квадрат ойнап жатыр. 2 доппен қараңыздар.
соққылар келіп тиіп жатыр. Жігіттер жаттығуды бастады. Ойынға 100% дайын. Бүгін тек қана жеңіс күтеміз. Қазақстан құрамасы бірде қысым қалды. Прессингті бастады. Есеп әзірге 1-1, бірінші таймның аяқталуына 12 минут уақыт бар. Румынияда бекер бірінші орында тұрған жоқ екен.
Румыния құрамасын жатқызып кетті ғой. Шынымен де бұл асыра сілтеу емес. Жалғыз өзі Эдсон, космос. Роналдоның через себя салған голы бар еді ғой, Ювентусқа. Дәл сондай болды. Дуглас дәл Эдсонды қайталайын деп еді, болмай қалды. Болмай қалды? Әлі ұмытар емес ғой. Екеуін жатқызып кеткен же. Бүткіл Румыния жатқызып кетті ғой. Прават бағана бір көргенсіз кейді оқтап. Қоқ қойға қалсын. Дәл. Дәл, ә? Дәл. Біржан Оразов, Европаның үздік бомбардирі. Бүгін ерекше ойын. Бірінші тайм аяқталды, есеп 4-1 Қазақстан құрамасы алды. Осымен бірінші тайм өз мәресіне жетті, әзірге есеп 4-1. Әлі екінші тайм бар, алыстамауларыңызды сұраймыз. Ортасында Нұрсұлтан Құрманбек. Бұл кісі қазір Қазақстан Сол қауымдастығының вице-президенті. Бұл жеңіске тікелей Бүкіл халықтың жанкүйер, бүкіл ұжым бұл жерде бір адам несі, бүкіл еңбек. Команда, штаб, ассоциация, федерация, жанкүйер, халық. Жақсы, қазір жеке YouTube желі айтайық. 100 мың оқырманға неше 2,5 мың ба сонда жетіспейді. Достар, қазақ еліне тағы бір күміс батырма сыйлауға мүмкіндігіміз бар. Каналға кіреміз, подписация етеміз. Оп-оңай, сілтеме шығады, мына жерде кіресіздер, жазылып кете саласыздар. 100 мың болса күміс батырма береді. Күтем. Рахмет. Астанада қашан бұл? Келесі айда қазанда бұйыртса Азербайжан бар, Азербайжанмен ойнаймыз. Астанада. Одан кейін үшінші ойында басқа бір аймақта дамыту мақсатында басқа қаланы таңдау. Сол өте дұрыс шешім болатын еді. Халықаралық әуежай болу керек. Ақтауды өткізуге болады, Таразды өткізуге болады. Инфраструктурасы бар жерлерде. Күтіңіздер. Екінші тайм басталуға дайын, біздің жігіттер алаңға шығып келе жатыр. Сұхбатта Біржан Оразовтың анасы. Мен жаңа гол салғанда сіздерге жақындайын дедім да, одан Біржан гол салды. Бүткіл арена оңыздың атын айғайлағанда қандай сезімде болдыңыз? Нормально. Жақсы ма? Жақсы, я. Уайымдайсыз ба? Конечно, очень даже. Ең бірінші келген матчыңыз есіңізде ма? Чемпионат мира по футболу среди Сода бастап көріп. Среди студенттер арнайы аягөздерді дайындап отырам, сонда келем. Солдаттар матчтарына қатыстым. Қазір Алматыдасыздар. Ойыннан кейін Біржанға ақыл кеңес айтасыз ба? Бұлай дұрыс демедің, бұлай жасау керек еді. Мен былай түсінбеймін ойыннан, әйтеуір общий былай көремін. Бірақ енді жаным ашып, ішімнен бәріне осы жалғыз Біржанға емес, бәріне жаным ашып, ішімден уайымдап тұрғанды айтып отырамын. Сыртта жүргенде телевизордан көресіз ба? Обязательно. Жібермей көресіздер? Иә, жібермей көремін, оны көреміз. Жақсы, сәттілік. Бүгін дәл осы жерде Біржан Оразовтың ерекше фанаттары. Ұлы және де Жұбайы, Әйгерім. Көбісі білетін шығар. Бәрі көпке инстаграмнан көресіздер. Анасымен сұхбат жаздық, бәрін түсіндірдік. Мен жаңа гол салғанда келейін дедім да, ойладым, и тура гол салып сіздерге қарап едім, сіздер қуанып жатсыздар. Иә. Димаш өзі негізі Біржан сұраған, мен гол салғанда қалай істейін деп. Сенде Димаш көрсеткен болатын. Көрсетші Димаш, қалай істейін? Қалай істеді деді? Қалай істеді? О, солай істеді ма жаңа? Иә, соны істеп жатыр. Біржан соған қуанып, маған айтып жатыр, папа қалай істеді деп. Жақсы, сәттілік. Рахмет.
Екінші таймның аяқталуына 13 минут бар. Әзірге есеп 4-1. Қазақстан құрамасы алда. Румыния құрамасы өздерінің қақпашыларының орнына ойыншы шығарды. Бізде қазір 5-ші допты салып кетуге үлкен мүмкіндік бар. Қазақстан құрамасы алда. Бағана 3 доп алда болған, енді 2 гол. Ойынның аяқталуына 4 минут уақыт қалды. Есеп 4-2. Қазақстан құрамасы алда, доппен Румыния құрамасы. Гол соғып кетті, есеп 4-3, ойынның аяқталуына 4 минут уақыт бар. Ойынның соңы өте қызық болады. Жүйкеміз жұқаратын секілді. Жігіттерді жігерлеріне қолдай кеттік. Әрбір қазақ білмейді жасыл жайлау төкті кілем. Көкілемде бірге көп ойнаймыз.
Баршаларыңызға рахмет достар. Бүгін біз қалаға бөлінбейміз. Бүгін бір қазақпыз. Және де Альберт Ақбалықовтың бүгін ресми түрде Қазақстан ұлттық құрамасы сапында 50 ойыннан астам ойын өткізген. Бүгін ресми түрде 53, бірақ 50 ойын өткізген үшін осындай Қазақстан футбол федерациясы атынан Пауло Рикардо Какан мырзаның қолынан осындай жейде. Рахмет Қазақстан, алға Қазақстан. Бүгін қалаға бөлінбейміз. Бүгін барлығымыз біргеміз. Қазақстан! 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 Ойын аяқталды. Ойыннан кейін Никита мен Румыния құрамасы қақпашы фотоға түсіп жатыр. Матч аяқталды. Аренада ешкім қалмады. Достар, соңғы кезде футбол жайлы блогтар, спорт жайлы блогтар көп болып жүр. Сіздердің қолдауларыңыздың барлығын сезінеміз. Каналға тіркеліңіздер міндетті түрде. Ол бізге өте үлкен мотивация, әр подписчик. Және де осы видеоға лайк басып беріңіздер. Сіздермен бірге болған Ерқанат Бөкей. Осы видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Қазақстан спортын әрдайым қолдап жүрейік.